Сәлем достар, мен сендерге бүгін атасы мен немересі деген ертегі айтып берем. Атасы немересіне ойыншық пистолет әперді. Немересі ойнап, атасына жүгіріп барып айтады: "Ата, мен батырмын, ештеңеден қорықпаймын" дейді. Атасы: "Я, сен батырсың, ештеңеден қорықпайсың" дейді. Содан кейін немересі басқа комнатаға жүгіріп барып, пистолетін ойнай бастайды. Бір кезде лампочка күйіп кетіп, свет сөніп қапты. Немересі айтады: "Ата, мен қорқамын" дейді. Атасы айтады: "Неге қорқасың? Сен батыр емессің бе?" дейді. Немересі айтады: "Мен шам жанып тұрған кезде ғана батырмын" деп, соңғы менің ертегім аяқталды. Достар, егер менің ертегім ұнаса, лайк басып, маған жазыңдар. Жақсы жатып, жайлы тұрыңдар. Сау болыңдар.